Сәлем достар, сіздермен бүгін мен шоколадты торт дайындағым келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіз, бәрін толығырақ түсіндіретін боламын. Алдымен бос ыдысымызға барлық құрғақ қоспаларымыздың барлығын електен өткізіп алатын боламыз. Құрғақ қоспа деп тұрғанымыз бұл жерде ұн, какао, кез келген шоколадты тортқа какао міндетті түрде қосылады, және де какаоның сапасы да маңызды, және де сода, ас қасық и қамыр қопсытқышты салатын боламыз. Бұлардың барлығын салып араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқамызды салып тағы да араластыратын боламыз. Жылы сүтімізді қосып, және де қантымызды қосып тағы да араластыратын боламыз. Және де араластырып алғаннан кейін біз бөлме температурасында тұрған сұйық майымызды және де ерітілген сары майымызды қосып тағы да араластыратын боламыз. Міне біздің шоколад қоспамыз осындай шоколадты түске еніп жатыр. Одан кейін бұл жерде міне сары майымыз қосылып жатыр, және де ерітілген сұйық майымыз да қосылып жатыр. Ең соңында қамыр қопсытқышта қосып, бәрін тағы да ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп тағы да араластырып шығатын боламыз. Алғашында осындай қасықтың көмегімен араластырып, барлығын біркелкі араластырып алғаннан кейін миксермен араластыратын боламыз. Бәрі ешқандай түйіршік қалмау үшін соңында миксермен біркелкі болғанша 3 минуттай араластырып алатын боламыз. Және бисквитімізді осындай формаға салып алатын боламыз. 21 диаметрлі форма. Мен шетінде бисквит ағып кетпеу үшін, қамыр ағып кетпеу үшін шетін фольгамен орап тастадым. Және де 160 градуста, 180 емес 160 градуста 1 сағат бойы пісіретін боламыз. Міне достар, біздің 1 сағат бойы бисквитіміз пісіп шықты. Мен алдын ала суытып алдым, және де осы бисквитті 3-ке бөлетін боламыз. Бисквитіміз жоғарғы жағын көтеріп тұрған жағын алып тастаймыз. Ол бізге керек болады, яғни торттың сыртын әрлегенге. Міне менде кәдімгі үй жағдайындағы пышақ, егер сізде кондитерский осындай торттарды кесетін пышақ болса, сонымен кессеңіз сізге жеңілірек болады. Осылай бисквитті 3-ке бөліп аламыз, және де оны жинайтын боламыз. Енді креміне келеміз. Кремін дайындау үшін біз сливкимен дайындайтын боламыз. Сливкиімізді ыдысымызға салып, салқын сливкиімізді, холодильникте кемі 8 сағат тұрған сливки болуы маңызды. Және де осы сливки ыдысымызда құп-құрғақ, миксеріміздің қасықтары да құп-құрғақ, ешқандай артық зат түспеу керек. Сол кезде біздің сливкиіміз де қою, әдемі болып шығатын болады. Үш қасық сахарный пудрамызды салып, және де творожный сырымызды салып, тағы да жақсы араластыратын боламыз. Міне миксер сливкиіміз
жақсы болып шықты. Мына жерде қараңыздаршы, миксерімізде кәдімгідей қасығында қатып тұр. Міне дәл осындай крем болу керек. Ешқандай да ағып кетпеу керек, сұйық болып қалмауы маңызды. Достар, мына жерде ыстық сливкемізге қара шоколадымызды қосып араластырып алатын боламыз. Яғни араластырған кезде бізде темный шоколад шығатын болады. Қараңыздаршы, міне араластырдым. Сливке міндетті түрде ыстық болу керек. Осылай шоколадты қосқан кезде бізде түсі өзгеріп қоңыр түске енетін болады, және де кішкене қоюлау болатын болады. Дәл осы жаңағы ыстық сливкеміз бен шоколад араласқан екі қоспаны осылай бисквиттің үстіне салатын болғанбыз. Яғни видеода көрсетілгендей етіп барлығын жан-жақты жағып біркелкі етіп алғаннан кейін холодильникке қатқанша 4 сағат болмаса 3 сағат тұруы маңызды. Міне барлығын біркелкі етіп аламыз. Менде шоколадым бір түн холодильникке қойып қойдым. Осылай шоколад қатты, бисквиті де кремі де бисквитке сіңіп, дәмі әдем болды. Енді ақырындап шет-шетін пышақпен кесіп, осылай формамызды ап алатын боламыз бисквиттен. Қалған кремімізді осылай тортымыздың жан-жағына шет-шетіне жағып шығатын боламыз. Және де осы бисквиттен қалған, корждан қалған нанымызды блендерден майдалап, болмаса оқтаудың көмегімен майдалап алып, осы кремге шет-шетіне, торттың шет-шетіне жағып шығатын боламыз барлығы. Достар, міне шоколадты тортымызды осымен дайын. Жасап көріңіз, еш қиындығы жоқ. Сау болыңыздар.